Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі столымыздың сәнін келтіретін керемет красный бархатты пирожнилардың жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен бізге сметана қажет. Мен осындай сметана пайдаландым. Ыдысымызға сметанамызды құямыз. Құрамына не қосатымыз, қанша граммнан қосқаным описание бөлімінде жазулы тұр. Сметанамызға содамызды қосып араластырып қоямыз. Реакция жүреді. Екінші құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызды електен өткіземіз. Разрыхлителімізді, красителімізді қосып жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысымызға жұмыртқамызды, шекерімізді салып, ақ пена болғанша жақсылап миксерлейміз. Массамыз 2 есеге ұлғаяды. Массамыз 2 есеге ұлғайып жатыр. Миксеріміздің күшін жоғарылатамыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Көптеген рецепттер бар. Алдағы уақытта керемет рецепттер болады. Алдын ала дайындап алған сметанамызды құямыз. Сұйық майымызды құйып миксерлейміз. Миксерлей отыра құрғақ заттарымызды қосамыз. Барлығын бірден қоспаймыз, бөліп қосамыз миксерлей отыра. Құрғақ заттарымызды қосқасын көп миксерлеудің қажеті жоқ. Құрғақ краситель қоссаңыздар, осындай қып-қызыл боп, әдемі боп шығады. Осымен тестамыз дайын. Арнайы кондитерлік пакетімізді алып, дайындаған тестамызды құйып шығамыз. Дайындаған тесталарымыз құйып алдық. Кондитерлік пакетіміздің басын қайшымызбен қырқып, домалақ етіп, листтерімізге құйып шығамыз. Осы уақытта пешімізді қыздыруға қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Құйып алдым. Енді пістіріп аламыз. Осымен пісіп шықты. Коржықтарымыз суытуға қоямыз. Суыған коржықтарымызды біріктіріп көреміз. Егер бірдей болмай жатса, арнайы осындай формалар бар, формаға келтіреміз. Пирожниларыңыздың барлығын бірдей болғанын қаласаңыздар, осылай бірдей қылып алуға болады. Барлығын біріктіріп аламыз. Біріктіріп алдым. Енді кремдерімізді дайындаймыз. Творожный сыр мен сливки қажет. Ең алдымен творожный сырымызды ыдысымызға саламыз. Шекерімізді немесе сахарный пудрамызды салып, бір келкі болғанша жақсылап миксерлейміз. Творожный сырымыз бен сливкиіміз кемінде 6-7 сағат холодильникте тұрған болу қажет. Сливкиіміз жаңа болса, жақсылап шайқап, араластырып барып құямыз. Сливкиімізді құямыз. Өз қалпын ұстағанша, крем болғанша жақсылап миксерлейміз. 33-34% сливкилер пайдаланыңыздар. Өте дәмді болып шығады пирожниларымыз. Креміміз өз қалпын ұстап жатыр. Осымен креміміз дайын. Узор шығару үшін кондитерлік пакетімізді алып, қайшымызбен қырқамыз. Осындай арнайы насадка пайдаланамыз. Кондитерлік пакетімізге насадкамызды салып, дайындап алған кремімізді салып аламыз. Алдын ала дайындап қойған пісіріп, коржықтарымыздың ортасына кремдерімізді жағып шығамыз. Әдемі көріну үшін үстіне де кремдерімді жағып шықтым. Осылай барлығын жағып шығамыз. Осымен өте дәмді красный бархатты пирожниларымыз дайын. Ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған таңжарқын.